Ахмет Байтұрсынұлы ұстаз, ғалым, ақын, қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданы Зағатүбек ауылында туған. Әдебиет танытқыш, қылық мысал, діл қылық еңбектері бар. Балалар, оқуға барып қарап, жуынап киініңдер шапшаңырақ. Шақырды тауық бана әлде қашан, қарап тұр терезеден күн жылтырап. Адам да, ұшқан құс та, жүрген аң да, жұмыссыз тек тұрған жоқ ешбір жанда. Кішкене қоңыз жүгін сүйреп, барады араларда ұшып балға. Шық тоғайлар шат ыңжың орман, уянып жан мақұлық түнде қонған. Шығады тоқылдақтың тоқ-тоқ даусы, сайраған сарғалдақтың сырғылдаған. Өзенде балықшылар ау қарап жүр, тоғайда орақ даусы шаншын орғар. Аллалап алып тәтті қолдарынан, құлдарың құдай сүймес жалқау болған.